Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сәлеметсіздер ме? Өнер айдыны бағдарламасының бүгінгі санын көруге шақырамыз. Иә, мал соңында жүріп мақал жасаған Марғаскелдің мәрмәр ойлы мәтеледі сан ғасырдың айғағы болардай. Сөзіміздің мәйегі, ойымыздың дәлелі, мың күндік қараңғылықтан бір күндік жарық артық демей ме? Дәрия көңіл, дана халқымыз. Солай сөйлеген сүмбіл ойлы халықтың көзі соқырдан көкірегі соқыр жаман деп ататынады, иығында басы бар пендені теңіз ойдың шүңетіне батыратын даусыз. Сонымен, орғояндай ойқастаған ойымды образ ордасына бастайын. Бүгінгі айдарымыздың желісі Буыршын ауданы Егіздеп ауылы Қызылтоғай қыстағындағы қос жанарынан айырылған қарғалдақтай қайсар қарындасымыз Күлшира Тұрысбекқызы желмына қанекей, назарларыңыз экранымызда болсын. Дүниеге шырет түскен сәбиінің әңгілаған дауысының өзі, бейнет қор әке мен ананың көңілін тоғайтар, бештен жеткен жасыл құс шығар. Бар кешкен азабын, отбасының базары болған, нәрестесінің кермегі есімен жеңіп желпінгендегі қуанышы, әлемнің биік мінбесі, Нобель сыйлық саханасындағы жеңімпаз жазушы, не ғалымнан артпаса кем түспес. Күлшира Тұрысбекқызы 1990 жылы желтоқсан айының 19 жұлдызында Буыршын ауданы Егіздеп ауылының Қызылтоғай қыстағында Тұрысбек деген малшы отбасында дүниеге келген. Ал бізді Күлшира үшін қалам тербеп, айрым сұхбаттасуға асықтырған нәрсе, екі көзі көрмейтін су қараңғы баланың, қазақтың ұлттық рухының айғағы, домбыраның тілін тауып, бебеулете шертіп, таза бұлақ суындай сыңғырлаған үнімен көптің алқауына бөленіп, айтыстың ақжал арғымағына ері салғалы женегіп жүргені жүрегімізді жылатып, әттең көзі сау болса қайтер еді мынау. Әй, бес саусақ қайдан бірдей болсын деп, өзімізге өзіміз жұбату айтып, ет бауырымыз езіліп, өкініштің отқұйрық мысығы қабырғамызды кеміріп, болмаса ауыз екі тілдесіп, жігерлі жастың жігерін жасытмай тасытып, халықпен таныстырып қайтуға Күлшираның туған ауылы Қызылтоғай қыстағына жол тарттық. Ал енді Күлшира мына енді денсаулығы бүтін қос жанар сау пенденің өзі оңайшылықса есігін қағып босағасын аттай бермейтін өнер ордасына қалай қашан келіп қосылдың? Мен енді өзім кішкене кезімнен осы өнерге әуес болдым ғой. Енді өзім жалпы осы көптеген үн таспалар тыңдау арқылы, радио тыңдау арқылы деген сияқты көптеген халық әндерін жаттап, онан кейін жақсы мықты ақын ағаларымның, әпекелерімнің айтыс өлеңдерін тыңдауды сондай ұнататым. Сонымен өзім де сондай бір өнерлі болсам деп, бала кезінен ғой. Кішкене кезімнен, бала кезімнен сондай арман қылатым. Сонымен осы өнерге қызықтым. Енді менің осы термеге ақындар айтысына қызығуыма себепкер болған нәрсе деп өзім ойлаймын. Өйткені енді мен осындай бір тауқыметті тағдырды кешіп жатқаннан кейін кейде бір жабырқаған, көңілсіз болған сәттерімде осы терме ақындардың өлеңін тыңдасам, соның ішінде көптеген ақыл, асыл сөздер жалпы менің осы жаныма рухани азық болады. Содан болар осы өнерге сондай қызығам. Енді әдеттегі тұрмыста уақытыңды қалай ретке саласың? Енді мен әдеттегі уақытымды мынандай уақытта домбыра шертемін, ондай уақытта ән айтамын деп көптеп білмеймін. Енді мен әдетте көп жұмыс істемейтін болғаннан кейін негізінен осы өнерге машық қылып, өзім қалаған уақытымда домбыра шертіп, ән айтып деген сияқты. Енді мен қандай бір нәрсеге қызықсам, осы әке шешем маған жалпы осы өнер жағынан шамаларын келгенше қолайлық жаратып беріп, мен машық жасаған уақытта сол маған сол бір тыныш орта әзірлеп беріп отырады. Енді жазған өлеңдерімді мен расында қағазға түсірмеймін, өйткені ол мен үшін қажет шамалы. Мен енді көбінде осы өзім жазған нәрселерімді ойыма сақтаймын, одан кейін сол үн таспаларға тарттырып сақтау арқылы оны қайтадан қойып ойыма сақтап, жаттап, сол арқылы жазамын көптеген нәрселерді. Жеке бастық жұмыстарыңнан тыс енді үй шаруасына белгілі көмегің бола ма? Болса қандай жұмыстар? Енді мен көбінде өзім осы енді домбыраға машық қылып неметкен уақытымнан басқа уақыттарда енді ұсақ түйек жұмыстарына көмектесемін. Енді қыз бала болғаннан кейін енді мысалы өзім шешеме көмектесіп, анау тамақ болып жасасып деген сияқты сәй болып аршып,
ұн илеп, үй тазалықтарын істеп, түрлі үйдің жұмыстарын істесем, қолымнан келгенше шамам. Көрпе жиып деген. Көрпе жиып, сол сияқты жұмыстар істейміз. Енді сенің осы қасиетті қазақтың бөгөн айы бөлек осы ұлттықты салған асабы, домбыраны шерткенге қарап отырып, енді сені арнаулы жүйелі сабақ көрмеген адам деуге келмей отыр. Енді домбыраны қалай үйрендің әдетте? Мен енді осы домбыраға сондай қызыққаннан кейін өзім сол ана үнтаспаларда домбырамен айтылған әндердің домбырасын тыңдап, соған қарап, өзім осы домбыра қырғағын түсіріп, өзім алғашын өзім үйреніп шертіп келгем, сонымен жүйеге түсіріп, осы қағидасы бойынша үйренгенім осы былтыр Алтайда бір Бақыт деген домбырашы мұғалім кісі бар екен, сол кісіге барып арнайы осы бір ай уақыт шығарып осы домбыраның қағидаларын, ұстау қағидасы, мысалы осы домбыраның шерту қағидаларын үйреніп айтқам. Ең алғашқы үйренген күйім осы Тайыр Белгібайұлының Ағарал деген күйін үйренгем, соны шертіп берейін. Сол аралықта сен оңғы үйрендім деп атсың. Қанша уақытпен үйрендің сол кезде? Сол кезде енді мен сол жерде бір жарым ай, 2 айға жуық уақыт болдым, бірақ мен үйренген уақытым енді бір аптада 2 рет, кейде 1 рет, енді ана кісі мұғалімім сондай қарбас болған кейін 1 рет, 2 рет бір аптада сондай үйретті. Бір жолында сол жарым сағат, 1 сағат уақытта ажыратып сол үйретті. Басқа балалардан бөлек үйретті ме жоқ? Бөлек уақыт шығарып үйреткен. Ол балалармен бірге сегіз алмайтын болғаннан кейін айырым уақыт шығарып. Ноталарды сен дыбыстық атау бойынша айтып көрші. Әрбір пернесінде әртүрлі ноталар болады екен, соны тонның басынан бастап сол, ла, си, до, ре, ми, фа, со, осылардың бәрін ең алдымен пернедегі орындарын жаттатып саусақ басу тәртібін үйретті. Солай үйренгенбіз. Балаларының үшіншісі болып өмір есігін ашқан Күлшираны қуана-қуана құшағын алған Ағиділ әке, Ағымейір ана, барын беріп бақтылеп, азан шақырып ат қойып, ақсары бас айтып сойған сәттері күні бүгін есінен көтерілген емес. Сонан не керек? Бақыттарының бастауы болған балаларының 2-ден аса бере тума көзінің кем екені, қолына берген нәрсені тура ала алмауы, көзін қадаған жерінің қайтармауы, онсыз да бастарын қатырып жүрген жұмбақтарын жауабын тауып, өз нүктесін қойып үлгірді де, бір ауыздан кінәсіз сәбилерінің суғараңғы өмірі керуен тартты. Бала десе ішкен асын жерге қойып, сол үшін отпен су кешкен аяулы атанасы шипа болама деген ниетпен апармаған жері көрсетпеген емсіз жоқ көрінеді. Тіпті қысылғанда бақсы бәлгерлерге де апарып, онсыз да әлсіз баланы ұшықтатып, мүйіз сұраймын деп құлақтан айырылып қалаждаған кездері де болған екен. 2 жасынан бастап білдік көзі көрмейтіндігін. Көзі көрмейтіндігін сол бір нәрселерді берсек алмады. Сол 2 жасынан бастап бұл баламды талай жерге доғдырға да апардым, бірнеше жерге апардым, Үрімжіге, Көрлаға деген секілді жерлерге апардым, онда жол азабында тарттым, қиыншылықта көрдім, 70 күн, 3 айға дейін жатқан күндерім болды. Оны Үрімжіге де апардым, сон доғдырдан бір шипа болмады. Ақыры амалы таусылған әке мен шеше Алланың жазғанына мойын ұсынып, ендігі жерде балаларын қалай қатарға қосамыз, біз де пәридің қонағымыз, қашанғы қанжығасына байланып жүреміз, мүмкін болса соқыр балалар оқитын мектеп бар дейді, соған беріп қара танытайық деген бекімге келеді. Сонымен 2004 жылы 13-тен дастан Күлшираны ардақты анасы Пәнира Қариқызы қолынан жетелеп орталық қала Үрімжідегі соқырлар мектебіне оқуға барып кіргізеді. Мүгедектер мектебіне оқуға бердім 13 жасында. Соны одан 2 жыл оққаннан кейін ол жерден де жақсы болды. Оңдаушы деген класс мұғалім болды, үстінде киімді дейін шешіп береді. Ол оңдаушыға бірталай тағынға берді ол жерде. Жарысы болады екен, класста. Содан сыйлық алып, бір кезде 8 юамен де сыйланды. Одан да жоғары сыйланды. Мектепте жүргенде 14 рет сыйланды. Бірақ олар қазір мектебінде сыйлығы, үйге бермейді екен сыйлығын.
мектепке кірген күннен бастап барын салып үйренген Күлшира Қанзу тілінде 8 сағат құрастырылмалы оқулық негізінде қағаз бетін сипап оқып, бастауыштық білім алады. Әрі дербес тұрмыс кешіруге дағдыланады. Кішкентайынан әлсіз, аурушаң өскен Күлшира күнделікті 8 сағаттық сабақпен бөтен ортаның ауыр ықпалына төзе алмай, қайта-қайта ауырып, ақыры 2 жыл дегенде мектептен қол үзіп, ауылына қайтады. Бірақ тырысшаң Күлшира мектепте көптеген білімге ие болады. Айталық, өздерін арналған соқырлар кітабын Қанзу тілінде мүдірмей оқу, әрі ауызекі тілде Қанзу тілін жаттық сөйлеумен бірге әдебиетке деген әуестігі айрықша екендігі мектептегі ұстаздарының назарын аударады. 亲爱的小朋友们，你们不要以后不能犯错，希望你们能够努力好好学习，能长大以后能报答祖国，报答你们的父母。 Сәлихалы сахналарға қашаннан бері шығып Енді өнер көрсетуің жүйеден өнеріңе белгілі ел ағаларының көмегі болды ма? Енді мен осы сахнаға шығып бастағаным 2008 жылдан бастап, осы өзіміздің Буршын аудандық 17 кезет ақындар айтысы оздырылды. Сонан бастап қатынастым. Қазір 2 жылдай уақыт болды. Енді мен осы өнер көрсетіп, биік-биік сахналарға шығып, халықтың алдында осы өнерімді көрсетуіме әрине сол ел ағаларының көмегі болды. Енді өзіміздің осы ауылдықта, аудандағы белгілі осы мәдениетті қолдайтын ағаларымыздың, апайларымыздың көмегімен шығып келе жатырмыз. Буршын аудандығы 17-ші кезекті, 18-ші кезет ақындар айтысы дейтін үлкен дүбірлі қимылдардан әкелген белгілі айтыс айғағы болатындай сыйлықтарыңды көріп, сенің айтыс майданында көрініп жүргеніңді байқап қалдық. Енді бұрынғы өткен айтыстардан өзіңнің осы ел арасындағы, ауыл арасындағы айтыстарынан өзінде бар ма? Осы ауылдықта Өрленбек дейтін бір жақсы ақын ағамыз бар болатын. Сонымен сол ауылдықтың сынағын осы біздің ордаға, біздің үйге әкеп өткізетін болды. Сонымен өткізді, сонымен сынақ айтыс, сонымен Өрленбек ағекеміз айтыстық. Айтысқанда енді жайғасып отырған орнымыз бәлкім мен сол кісіден жоғары отырып қалған сияқтымын енді, өйткені ол кісі біздің үйге келіп отырған қонақ. Ана жерде менікі енді біраз орынсыздау болып жатыр. Бірақ енді мен де жазықты емеспін, өйткені мен Өрленбектің қайда отырғанын арасында сол кезде аңғармаппын. Сонымен айтыс майданда Өрленбек содан ұстап жатыр ғой. Жаралғалы тұлпардың гермесі от жараспас, сөйлемесем ендесірім. Алдында небір жайсаң ағалардың, кетемде қарасы оп жерге сіңіп. Ақым бол, мейләнші бол, қарындасым, бәрібір аламанның көмбесі ғой. Қонақ келді төрге шық деп айтпастан, алды мен өзің кеттің төрге шығып айқай ағым деп тақтап жатыр ғой. Сонымен енді мен оңаша қалып сырласам, жұлдыздар менен көктегі, ұсынайыншы мен сізге орамал жырды кестелі. Төріне шығармады деп болмаңыз маған өкпелі, қараңғылықты қайтейін, кеш алсаң аға кеш мені. Енді өзің естіп отырсақ жақсы туындыларың бар дейді. Сол туындыларынан бірін айтпайсың ба? Енді менің осы өткенде 2018 жыл соңында өзіме арнап, жалпы өзімнің тағдырымды енді баяндап жазған мұңлы тағдыр деп бір термин бар болатын, соны айтып берейін. Армысың жайсаң жаз елім, бабаның салтын жоймаған, өнерлі өскен ұл қызын құшағын жая қолдаған. Боздағанды ботаң ем, беу даладай боздаған. Тыңдасаң жұртым, ден қойып тағдырым жайлы толғанам. Басыма менің қажайып бір түнек тұман орнаған,
5 күндік мынау пәнидің жарығын маған қимапты. Мен кейде тарпаң тағдырдың жазуына таңданам. Әке шешем аман бол, қос бәйтерек құрмалым. Көрдіңдер ме қатыгез тағдырдың басқа салғанын. Тым болмаса мейірлі жүздеріңді бір көр алмай. Осы болар мәңгілік қол жетпес менің арманым. Расау 9 ай 9 күн көтеріп, омыртқасын үзіп тапқан анасының жүзін көре алмау ұрпағы үшін қандай аянышты жағдай. Шаране, шынжыласа соқыр көзден жас шығар демей ме? Құлында құлын дауысын шұрқыратып, жусан исін бұрқыратып, сай сүйегіңді сырқыратып, сыңарынан айырылған аққудай қанатымен жерсіз соңқылап ұшқан дауысы мынау пәни дүниенің келбетін емес, ардақты анасының жүзін көптемес бір рет, тек бір рет көруге, иненің жасуындай болса да жарық береге үрдеп, Алладан тілек тілеп, таң алдында мың мәрте тізерлеп, шағына зарлағаны кімнің де болса құлағынан кете қоймаса, әттең. Біз осы арада Күлшираны көріп отырып, ішінара кейбір 12 мүшесі сау, тепсе темір үзетін азаматтарымызбен көркі көз түріндір қазақ қыздарының ата дәстүрі салтынан айырылып, бетке таңба ұлтқа шіркеу түсіріп, азындап бара жатқан қалың көріп, қайғыдан жүрегіміз қарсы айырылып, қабырғамызды қайыстырып, ұлтымыздың ертеңінен алаңдатып жүргенін жасырата алмаймыз. Әрине көпке топырақ шашудан аулақпыз. Атамыз қазақта айтып қойған соңғырлыққа жақсылайтын аталы сөз бар. Алдағы күндерде ата жолынан адасып, бойдағы барын, адамдық арын айырбасқа салып жүрген жастарымыздың әлі де болса ес-ақылын жиып, қазақы қара шаңырағымыздың ортасына асылған қасиетті қара қазарымыздың қаспағы арылмай, ұлтын, отанын сүйер ұрпақтың ел беделін көтерер ақыл қаймағы қалыңдай берсін деген тілекпен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.